Сәлем қыздар, сіздерге бір жақсы салат түрін түсіріп жатырмын. Бізге қажет цветная капуста. Бұл жаз мезгіліне өте керемет, үйіңе аппетитті прям ашады, средний, острый болып шығады. Балалар да жей беретін болады. Бізге қажет сәбіз, етті болгарский, сарысы болсын, қызылы болсын, жасылы болсын, сосын перчик ұзын бар ғой. Бұл средний острый болып келеді. Потом кинза, укроп. Кинза қоссаңыздар салаттың дәміне ерекше дәм шығаратын болады. Чеснок и помидор. Потом огурцы болса, огурцы қоссаңыздар өте жақсы. Тағы да айта кетейін, менде арнайы штатив болмағандықтан қыздар бір қолмен түсіріп, бір қолмен турап, солай болып жатыр. Видеом анық болды деп ойлаймын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетсеңіздер, просто жақсы сөз адамның мотивация береді ғой. Алла бұйыртса, сіздерге керемет рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Осындай өтіп, мен жасағандай видеоны асықпай қарап, бір толық көріп шықсаңдар, не бәрі 3-4 минут ғана уақытыңыз кетеді. Асықпай толық көріп шықсаңдар, бәрін түсінесіздер қалай жасалып жатқандығын. Осы жасалған порция кемінде 3-4 тарелка шығатын болады, қыздар. Енді кішірек тарелка 4 тарелка жасауға болады. Цветная капуста қазір балдарға өте пайдалы, өзіңізге де болсын, өте жақсы деуге болады. Бұл салатты средний острый, еще майонезсіз, білесіздер, жаз мезгілінде майонезбен адам салат жегісі келмейді ғой, еще холодильникке 3-4 күн бойы сақтап қойсаңыздар да болады. Осы чеснокты барынша майда етіп турайсыздар, барлығын салонға етіп турап, осылай бірін үстіне бірін саласыздар. Штатив болмағандықтан қыздар тек қана сіздерге дайын видеоларын салып жатырмын, туралған күйінде. Алла бұйыртса жақсы штатив келейін деп жатыр. Сонымен әлі талай рецепттер сізге салатын боламын. Осылай барлығын бірін үстіне бірін салып отыратын боламыз. Ұнап жатса видеомен бөлісіңіздер, алда болатын той жиындарыңыз болсын, құдалық той, бесік той жасасаңдар, бұндай салат әлі ешкім интернетте жоқ салат бұл, қыздар. Енді керемет. Ұнап жатса бөлісіңіздер, мамаларыңызбен, әпшелеріңізбен, кім той күтейін деп жатыр, вот осындай салат бар, осы каналға тіркел деген сияқты. Жақсы комментарийге рахмет. Алдын ала каналды жоғалтпау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сондай жаңа видео түскен сайын сіздер ең біріншілердің қатарында болып көресіздер. Осындай барлық видеодағыдай турап алыңыздар. Негізі адам видеоны көргеннен кейін түсінікті болады ғой. Осындай тұз, бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, потом сұйық май, оливке масла құйсаңыздар жақсы. Әрине, если болмаған жағдайда семечка майына 2 қасық көлеміне қарай немесе 1 қасық құйып, үстінен 3 қасық соя құясыздар. Сояны көп құйып жүрмеңіздер, потом қап-қара болып кетеді. Средний өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен құйып, осылай барлығын араластырып, холодильникке салып қоясыздар. Холодильникте 4 сағат тұрғаннан кейін ол бір-біріне сіңеді, тұз сіңеді, бұрыш сіңеді, бір-біріне дәмі өтеді, өте әдемі салат болып шығады. Тарелкаға жайғастырғаннан кейін үстіне күнжутты әдемілеп ақ етіп сүйіп қойсаңыздар болады. Өте приятно болып шығады, қыздар. Ұнап жатса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы да ас болсын сіздерге.